Ассалаумағалейкум. Біз бүгін қойдың ішек қарын тазалайтын боламыз. Бисмиллах деп ең алдымен қойдың ішек қарынынан іш майды бөліп аламыз. Бұл іш майды өңештің ішіне тұздап, бұрыштап, өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді салып, айналдырып ішіне асып жесе өте дәмді болады. Енді ащы ішекті ұлтабардан бөлемінде кесіп, ұлтабарды сәл кеңдеу қылып аузын кескен жерін салқын су жіберіп, ішін шайып тазалап аламын. Және ішіне салқын су құйып бір ыдысқа қоя тұрамын. Ішіндегі барлық қалдығы жібу үшін міндетті түрде салқын немесе суық су құйғандарыңыз жөн. Кейін ішекті іш майдан бөліп аламын да ұзынынан тоқ ішекті бүйеннен бөлемін. Және аш ішекті тоқ ішектен бөліп, ішін барлығын салқын суымен шайып аламыз. Жылы су, ыстық су пайдаланбаған жөн. Ішекті ірітіп аласыздар. Және де салқын суға ішектерді саламын да тұздап қоямын. Осы уақыт аралығында қарынға қасырлап қайнап тұрған ыстық суды құямын да қолыма міндетті түрде перчатка киіп алып тазалайтын боламын. Сол кезде қолдарыңызда күймейді және де тез тазалап алуға болады. Қарынды ыстық суда ұзақ уақыт ұстамаған жөн, тез тазалап алуыңыз керек. Себебі қарынның қатайып кетуі мүмкін. Кей ыстық су тимеген жерлері қолмен кете қоймаған жағдайда пышақпен жай қырсаңыз болды. Еш қиындықсыз тазаланады. Және де қарынды тазалағанда қасыңызда көмекші адам болса, тез 1-2 минутта тазалап болуға болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, ыстық су құйғаннан кейін кей жерлері жай қолыңызбен тартсаңыз болды, сылынып түсіп қалып жатыр. Мынау ұлтабар. Бұны да міндетті түрде әдемілеп тазалап аламыз. 40 қабат қарынды әр қыртысын ашып отырып, жай қолыңызбен сипасаңыз, ыстық судан кейін ішіндегі кірінің бәрі сылынып тез түсіп тазартып алуға болады. Мұнда мен қарынды, ұлтабарды және 40 қабат қарынды тазалап болдым. Енді бұларды бөлек қойып қоямыз. Бұған ыстық су құйғаннан кейін көлемі кішірейеді. Енді мынандай вилкамен, қасықпен, немесе жай жіңішкелеу ұзын ағашпен ішекті айналдырып аламыз. Мен мұнда суши таяқшасын пайдаланып отырмын. Міне мен көрсеткендей дәл осылай тартып отырып, іш жағына терісіне аударамыз. Ішектің барлығын, аш ішекті, тоқ ішекті, бүйенді және ағашымыз шығарғаннан кейін осылай жай тарта берсеңіздер болды. Ішегіңіз теріс жағына аударылады. Міне дәл осылай аш ішекті, тоқ ішектің барлығын аударып аламыз. Аш ішекті аударып болдым, бүйенді де. Енді тоқ ішекті дәл солай 1-2 сантиметр жоғарырақ суши ағасымен итеріп ішіне қарай саламын да жай тарта береміз. Дәл осылай тоқ ішекті де аударып алдық. Оларды енді жылы қолыңызбен ұстағанда жылда емес, салқында емес, орташа температурада сәл салқын жылы суда жақсылап шайып жуып аласыздар. 3-4 мәрте жуғаныңыз жөн ішектің іш жағын. Және жылы суға салып, біреуіне, міне мұндағы тоқ ішекке мен бір лимонды согын сығып, шырынын лимонды турап салдым. Дәл осы суға кейіннен аш ішекті 20 минут салып алуға болады. Және бір лимонның екінші жартысын қарынға сығып салдым да қалғанын турамай алып қалдым, қайнатқан кезде салу үшін. Мұнда аш ішекке мен лимон қышқылын бүгін бірінші рет тәжірибеден өткізіп отырмын, сынақтан.
салып 20 минут салып қоямын. 20 минуттан артық ұстамаңыздар, әйтпесе ішектер іріп кетуі мүмкін. Енді кейін 2-3 мәрте жаңағы лимон суынан кейін 1-2 мәрте шаясыз да салқын суда. Оң қарата қайттан аударып аласыз. Кейін аш ішекті дағы мен көрсетіп тұрғандай бас жағын түйіп тартып әдемілеп өріп аласыздар. Мұнда мен бүйен мен өңешті бөлек алып қаламын. Одан басқа қазақтың ұлттық тағамдарын алдағы уақытта даярлайтын боламын. Менімен бірге болсаңыздар, мен каналыма жазылып тіркеліп қоңыраушаны қалдырып бассаңыздар, алдағы уақытта қазақтың ұлттық тағамдарын ол бүйен мен өңештен дайындалатын сіздер көретін боласыздар. Міне аш ішекті өріп болдым. Жай ғана былай айналдырасыздар, кейін тартасыздар, түйіп алып, екі саусақпен ішекті тарта берсеңіз болды, ішегіңіз әдемі болып өріледі. Кейін түп жағын не осылай ұстайсыздар, оны да тартсаңыз болды. Өзі әп-әдемі болып түйіліп тарқап кетпейді. Егер сенімсіз болсаңыздар, тағы да 1 мәрте түйіп алсаңыздар болады. Мұндағы бүйен мен өңешті алып қаламыз, мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Және тоқ ішек жіңішке болған жағдайда оны да көлемін кішірейтіп аш ішек сияқты өріп қойсаңыздар болады. Менде мұндағы бір тоқ ішек, жіңішкелеу, сонда өріп қоямын. Қазанға салқын суға салып тұстап, жаңа алып қалған жарты лимонды салып, қазанның бетін қақпақпен міндетті түрде жауып, жай оттай 1,5 сағаттай балбыратып пісіретін боламыз. Ол малдың жасына байланысты уақыты ұзаруы мүмкін. Кәрі мал болса 2 сағаттан аса уақыт, 3 сағатта болуы мүмкін. Егер жас мал болса 1,5-1 сағатта піседі. Менің күйеуіме бұқтырма деп аталатын ішек қарнынан даярланатын ас ұнайтындықтан әрдайым тазалап дайындап беруге тырысамын. Ұнаса лайк басып, сіздер ішек қарынды қалай тазалайтындарыңызды комментарияда бөлісіңіздер. Тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.